Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бірінші сабақ тапсырмасын талқылайтын боламыз. Талқылауды бастамас бұрын бұл не тапсырма екенін айта кетейін. Евней Бөкетов атындағы университет осы Қарағанды қаласында орналасқан. Сол университет өз студенттері мен тәлімгерлеріне арнап осы Python тілі арқылы деректерді талдау деген курсты ұйымдастырып жатыр. Курс лекторы Ерғали ағай. Лекциялардың видео жазбасын осы үздік білім арнасынан көре аласыздар. Мысалы, мынау бірінші сабақ. Және де осы лекциядағы видео жазбаның астында әр тапсырмаға сілтеме тұрады. Яғни контестке сілтеме. Осы сілтеме арқылы кіріп, есептерді көре аласыздар. Енді тіркеліп, бассаңыз есептерді көресіздер. Енді есеп шығаруды бастайық. Яғни мынау кеше болған, кешкі бесте. Мына шығарған адамдардың тізімдері. Енді бастайық. Бірінші есеп. Келесі сан. N бүтін саны берілген. Келесі санды басып шығарыңыз. Мына жерде мысалдарды беріп тұр. Мысалы, 179 деген санды берсек, ол 180 деген санды шығару керек. Яғни, бұны біз былай машина ретінде есептесек, яғни автоматты есептеу машинасы. Ана жерде біз алгоритм жазамыз. Барлық есеп осындай болады. Біз алгоритм жазып қоямыз, сосын жерде кіріс болады, яғни input. Ең бас шығыс болды, output. Енді біздің бірінші есебімізде, яғни келесі сан табу керек. Мысалы, мына жерге біз 179 деген санды енгізсек, ол жерде 180 деп шығару керек. Сол сияқты бұл жерде математикалық формула қойсақ болады. Егер біз мұнда n деген сан берсек, шығыста n плюс 1 болу керек. Әр кез бір сан береміз, оны бірге арттырып отырады. Яғни осындай қарапайым логика. Енді бұның коды. Біз n деген санды оқимыз, input деп. Input деп оқысақ, ол бізде сан емес жол ретінде, яғни строка ретінде оқиды. Сол үшін біз int деп оны бірінші санға айналдырамыз. Ал шығысқа n плюс 1 деп жазсақ болады. Немесе мынандай n деген айнымалыны қолданбай-ақ былай да жаза аламыз. Біздің кодымыз бір жолды болады. Тесттен өтіп жатыр екен. Тесттен өтті. Енді келесі соңғы цифр. Бізге мына жерде бір натурал сан беріледі. Оның соңғы цифрын басып шығару керекпіз. Ол қалай бізде бұл кезде ол басқаша алгоритм болады. Яғни бұл жерде біз бір сан береміз, мысалы 179 болса, оның соңғы цифры 9-ды шығару керек бұл стартқа. Ал басқада мысалы 132 деген сан берсек, оның соңғы цифры 2 шығарамыз. Бұл жерде бұны енді математикалық жолмен табамыз. Ол, мысалы бізде n деген сан берілсе, біз n-ді 10-ға бөлгендегі қалдықты шығарсақ болды. Осылай. Егер біз бұны сан ретінде оқысақ, интеджер бүтін сан ретінде, онда осылай шығара саламыз. Ал егер бізде бүтін сан емес, немесе строка ретінде оқи аламыз, str. Строка ретінде оқысақ, онда n-нің соңғы элементін шығара саламыз. Строка білетін болсаңыздар, осылай шығара саламыз. Енді мен мұнда кодын жазып көрсетейін. Егер мен бүтін сан ретінде оқысам, онда 10-ға бөлгендегі қалдығын шығарамын. Ал 104 жауабы 4 болды. Ал егер мен бүтін сан емес строка, яғни жол ретінде оқысам, онда былай соңғы элементін шығара саламын. Мысалы, менде бір сан болса, оның соңғысын шығарып керек. Осында екі жол бар. Шығарып. Оның өтіп кетті. Енді үшінші есеп 10-дық цифр.
теріс емес бүтін сан берілген. Оның ондық жүйедегі ондық сан табыңыз, яғни ондық санау жүйесіндегі оң жақтағы екінші цифр. Бұл дегеніміз бізде бір сан берілсе, оның ең соңғы емес, ең соңғының алдындағы тұрған санды шығару керекпіз. Бұл қалай шығарамыз? Бұл жерде міне теріс емес бүтін сан дегенде, бұл жерде бізде негізі екі таңба саннан көп берілуі мүмкін, бірақ бір таңба сан да келуі мүмкін. Яғни сол үшін код жазбас бұрын бізге мысалы сан беріледі 179. Біз бұның мысалы егер онға қалдық қылсақ, оны бізде соңғы цифрын шығарып береді. Ал бізге соңғы емес, оның алдындағы сан шығару керек қой цифрды. Сол үшін біз бұны онға бүтіндей бөлсек болады. Мысалы 179-ды онға бөлсек бүтіндей. Бізде 17 шығады, яғни қалдығын қарамаймыз. Онға бөлгеннен кейін уже бұл жерден соңғы цифрды аламыз, яғни алдыңғы есепке қарағанда. Мысалы, оны 10% деп алсам, онда менде 7 шығады. Яғни логика былай. Бізде n деген сан беріледі, біз оны бірінші 10-ға бөлеміз. 10-ға бөлген кезде біз бұның соңғы цифрын алып тастаймыз. Одан кейін барып, оны соңғы цифрын аламыз. Яғни мысалы былай, 179 болса, мен бірінші соңғы цифрын алып тастаймын, 10-ға бөлу арқылы. Одан кейін шыққаннан менде 17 ғой. Оны енді соңғы цифрын ала саламын. 7. Оның питондағы кодым не? Жазып қойдым. Осылай шығады. Сонда жіберіп, келесі көшеге берейік. Қосында бізге А мен Б деген екі сан берілген. Берілген екі сан қосындысын табыңыз. Міне біз екі сан бірінің астына бірі беріп тұр. Оны қоса саламыз. Енді ол былай болады. Біз мысалы бір санды оқимыз. Оның астына екінші санды оқимыз. Бұл екеуінің қосындысын шығарып саламыз. Немесе бұны бір айнымалыға теңестіріп қойсақ болады, былай. С тең плюс Б деп, сосын шынында шығарып саламыз. Мысалы 4, 5, 9 шығып. Бұның бәрінде қарапайым есептер. Осындай 2-3 жолмен шығаруға болады. Немесе бұны, егер сіз мына 3 жол деген ұзақ деп ойласаңыздар, біз бұны былай қысқартсақ болады. Мысалы, былай жасақ болады. Аны оқыдық, бұны оқыдық. Сосын мына жерге А плюс Б деп жазамыз. Осылай да жазуға болады. Егер сіз мына екі жол ұзақ деп айтсаңыз, тым ұзақ деп, онда оны бір жолға да кетірсек болады. Бұл жерде сіз ешқандай артық айнымалы қолданбайсыз. Осылай жазып жіберсек болады. 4, 5, 9. Енді келесі тарих, алмаларды бөлу. N мектеп оқушылары К алманы тең бөледі дейді. Бөлінбейтін қалдық себеп. Әр оқушы неше алма алды. Бұл жерде бізде N мен А жерде орындан ауысып кетті ғой. Яғни мына жерде мысалы 4 шығып тұрған себебі, біз 14 оқушы бар, 14 алма бар, 3 оқушы бар. Дұрыс. Дұрыс ауыспапты. Біздің мектепте 3 оқушы бар. Мына жерде 14 алма бар. Біз 14 алманы осы 3 оқушыға теңдей бөліп беру керекпіз. Және қалған қалдығын бір себетке салып қоямыз. Мысалы 14-ті біз үшеуіне қаншадан бөле аламыз? Бірдей біз 4-тен бөле аламыз ғой. 14-ті 3-ке бөлсем, 4, сосын 2 қалдық қалады. Яғни 2 алма артық қалды, оларды қайтадан себетке салып қоямыз. Сонда біз әрқайсысына бүтіндей 4-тен бере алады екенбіз. Енді басқа мысал бізде 18 алма мен 4 адам болса, бұл жерде біз
төрттен бере аламыз, иә, әрқайсысына, әр оқушыға. Онда соңында екі қалдық болады. Оны себетке салып қоямыз. Енді бұл жердегі логика қандай болып тұр? Бізде n оқушы k алма болса, біз k-ны n-ға бүтіндей бөлеміз. Міне былай мына жерге жазып қойайын. n мен k-ны оқығанымызда k-ны n-ға бүтіндей бөлеміз. Енді келесі есеп. Тура сол есеп, бірақ бұл жерде себетте қанша алма қалғанын табу керекпіз. Енді тура жаңағы есеп, бұл жерде біз былай бәріне бірдей бөліп бердік қой, сонда себетте қанша қалғанын біз ол кезде қарамадық. Бірінші есепте. Енді екінші есепте енді осыған акцент беру керекпіз. Қанша қалғанына. Ол кезде қалай болады? Мысалы бізде 18 алма 4 адам болса, біз оны әрқайсысына 4-тен береміз да, соңында 2 қалдық қалып қойды. 2 алма. Осы бізге қалдығын табу керекпіз. Бұл жерде не істейміз? Біз 18-ді 4-ке бөлгендегі қалдығын шығарамыз. Бізде n мен k берілсе, біз n-ді k-ға бөлгендегі қалдық табамыз. Логика осындай. Кодым мына жерде тұр. Енді келесі есепке көшейік. Біз келесі жұп санды табу керек. Бізге n бүтін сан берілген. Келесі жұп санды басып шығарамыз. Енді біз алғашқы есепке қарағанда сәл күрделірек. Алғашқы есепте біз келесі сан табу керек болдық қой. Бізде мысалы n болса, келесі сан n плюс 1 табамыз. Болды. Ал бұл жерде бізде сәл басқаша. Мысалы 8 берілсе, онда 8-ден кейінгі келесі жұп сан 10. Ал 9 берілсе, 9-дан кейін келесі жұп сан ол да 10. Көрдіңіз бе осы жерде? Ал 10 болса, 10-нан кейінгі жұп сан 12. 11 болса, 11-ден кейінгі де 12. Енді бұны біз қалай табамыз? Біз бұл жерде бір егер сіз шарт операторларды білетін болсаңыз, өзіңіз, if else-тар, онда осыны қолданып шығарып болады. Бірақ сіздер алдыңғы лекцияда бұны өткен жоқсыздар, үшін if-пен шығаруға болмайды. Ал егер if-ті білетін болсаңыз, онда if-пен шығарсақ болады ғой. Ол жерде сіз былай істейсіз. Егер сіздің n-іңіз жұп сан болса, онда оған 2-ні қосасыз. Ал n-іңіз тақ сан болса, оған 1-ді қосасыз. Көріп тұрсыздар ғой, мен бізде жұп сан, ал тақ сан. Жұп сан, тақ сан көрдіңіз бе? Жұп сан болғандықтан біз бұған 2 қостық, тақ сан болғандықтан 1 қостық, жұп сан болғандықтан 2 қостық, тақ сан болғандықтан 1 қостық. Яғни шарт операторы білетіндер ол былай жазылады. Егер 2-ге бөлінсе, онда n плюс 2 шығарады. Ал бөлінбесе n плюс 1 шығарады. Енді бұны келесі сабақтарда өтесіздер. Осылай шығарса болады. Ал енді бұл шарт операторы білмейтін адамдар үшін қалай болады? Енді бұл кезде былай жасап болады. Егер бұл жерде ол логикаға тіреліп шығарады. Мысалы, біз мысалы ойлайық n деген сан бар. Біз соған 2-ні қосайық. Қосқан кезде біз әр кезде не кетеді ғой? Мысалы, 8-ге 2-ні қоссақ 10 болды, 9-ға 2-ні қоссақ 11 болып кетеді мына жерде. 10-ға 2-ні қоссақ 11-ге 2-ні қоссақ 13 болып кетеді. Бұл логика дұрыс емес, n плюс 2 деген. Сол үшін біз бұл жерде не істейміз? n плюс 2 деп аламыз, одан бөлек. Егер n бізде жұп сан болса, онда плюс 2 қыламыз. Ал тақ сан болса, онда плюс 2 минус 1 болу керек. Егер тақ сан болса. Енді минус 1 деген біз қалай аламыз? Оны қалай тапсақ болады? Егер n бізде тақ сан болса, онда оның 2-ге бөлген қалдығы 1-ге тең ғой. Сол үшін біз қалай жазамыз? n плюс 2 минус n-нің 2-ге бөлгендегі қалдығы деп шығарсақ болады. Егер мына шарт операторды білмейтін адамдар болса, осылай шығарамыз. Коды тұр мына жерде. n плюс 2 минус n-ді 2-ге бөлгенде қалдық деген. Енді келесі көшейік. Гипотенуза. А мен Б сандар берілген екі катет арқылы тікбұрышташ бұрыштың гипотенузасын табыңыз.
бұл енді математикалық есеп геометрия. Бізде мында тікбұрышты үшбұрыш берілген. Мысалы мынау а б, бізде екі катет беріліп тұр, мен бізге сын табу керекпіз. Енді пифагор теоремасы бойынша біз мына форманы қолданамыз. Енді бұл форманы қалай жасақ болады? Бұны жазудың бірнеше түрі бар. Ал питонда мынандай нәрсе бар. Мысалы біз тубрас x дегенді біз питонда қайтып жазамыз. Яғни біз былай жасақ болады, иә. Импорт маз деп from as import sqrt деген функция бар. Яғни тубрасты деген тубрасты x деп жазсақ болады. Ал одан бөлек мынаны біз математикада былай жазсақ болады ғой. X-тің 2-ден 1 дәрежесі деп, немесе X-тің 0,5 дәрежесі деп жазсақ болады. Бұнда питонда біз былай жазамыз, X-тің дәреже дегенді 2 көбейтумен жазады. 0,5 дәреже. Осында екі жол бар. Тубрастың жазудың. Енді көкшек. Біз бірінші аны оқимыз. Онан кейін бұны оқимыз. Ары қарай импорт sqrt көбейту бар плюс b көбейту b. Осылай жасап болады. Мысалы, жаңа мысалда 3 пен 4 болса 5 болады. Ал 6 мен 8 болса 10 болады. Енді бұны мен жаңа айтқанда екінші жол бар. Соны мен комментарийға алып қояйын да. Ол былай. А-ның квадраты плюс b-ның квадраты. Оның тубрасты. Яғни 0,5 седе дәрежесі 0,5. Осында екі жол бар шығарудың. Енді бұны жазған кезде біз мынаны қолдансақ болады. Ал енді келесі көшейік. Бүтін санды оқитын, және мысалда келтірілген ұқсас мәтінді шығаратын программа жазыңыз. Қос орындалатын белгілері бас және кіші әріптер маңызды. Мына жерде бізде бір сан беріледі, ал оның келесі саны 180, ал оған дейінгі сан 178 деп осылай шығарып беру керекпіз. Енді бұны шығарудың бірнеше жолы бар. Мына жерде көрсетіп тұр, мен қазір жазып көрсетейін. Біз n деген бір санды оқимыз. Қарай, бізде былай айтып тұр, мысалы. n-нің келесі саны n плюс 1. Оған дейінгі сан n минус 1. Мысалы 179 болсақ, 179, келесі 180, оған дейін 178. Бірақ біз бұл жерде арнайы тексттер қою керек арасында. Енді мына берілгендей. Мысалы мен оны көшіріп алайын. Екеуін. Біз тура осындай болу керек. Яғни соңындағы мен өте нүктесіне дейін тура осындай шығу керек. Сол үшін мен ана басында оның алдына қойып қоямын мына жерге.
тоғыз. Енді қарасақ, біздің текстіміз мынамен сәйкес келмейді. Мына жерде is деген бар, соны қосып көреміз. Екінің ортасына is қосамыз. Және мына жерге де is қосамыз. Ары қарай енді міне ұқсас болды, бірақ мына жерде соңғы несі бар, нүкте бар. Нүктені егер біз былай қосатын болсақ, қараңыз, бұл жерде біздің нүктеміз мен санның арасында бір бос орын қалып қойды. Яғни бірдей емес. Сондықтан бізге мына жерде басқаша жазу керек. Мысалы, мынаны бірге қосып жазсақ болады, бірақ бұл жерде мынау бізде бүтін сан мен жол екеуі бірге қосылмайды. Яғни бізде қазір қате шығарады. Міне int деп тұр, бүтін сан мен яғни жол строка екеуі бірге қосыла алмайды. Сол үшін біз мына бүтін санды жолға айналдырамыз. Көрдіңіздер ме? Яғни қосылды. Енді тура астына да осыны қолданамыз. Жүз жетпіс тоғыз. Осылай шығып тұр. Енді мына код мен жаңа жазған кодмен бірдей. Орнына өз кодымды қойсай. Жіберіп көрейік. Тексере берсін. Мен бұны енді басқа жолын көрсетейін. Шығарудың. Бұны біз басқаша f-string арқылы шығарсақ болады. Яғни f-строка деген. Бұл жерде мысалы кетейін. Басынан бәрін қойып қойын. Бізде осындай сан бар. Енді қазір тексеріп көрейік. Мысалы 109 болса шығарады, бірақ мен мұнда 190 десем де ол 109 шығара береді. Өйткені мынау менде ауыспай тұр, иә. Оларды ауыстыру үшін мен мына жерге мына жерге n деп қоямын. Оның орнына былай n плюс 1 деймін. Ал мына жерге n деймін да n минус 1 деп строка қолдансақ, шығып тұр. Осылай да шығаруға болады. Осы шешімді жеп қойын. Алдыңғы шешіміміз өтіп тұр. Мына шешімді жіберейін. Бұл да өту керек. Енді келесі есепті қарайық. Цифрлардың қосындысы. Бізде 3 таңбалы сан берілген, олардың цифрлардың қосындысын табу керекпіз. Яғни бізге әркез 3 таңбалы сан беріледі. Мысалы, 3 таңбалы сан былай десем, таңбасы бір үстін бастап қойын. Яғни мынау 3 таңбалы сан деген сөз. Бұларды мен қай тапсам болады? Әр цифрларын мен мысалы бірінші соңғы цифрды тауып аламын. Мысалы, менде бір x деген сан болса, x-ті 10-ға бөлгендегі қалдығы менде соңғы цифр болып тұр. Ал ары қарай бұны қайтып тапсам болады. Екіншісін енді жаңа алдыңғы есепте біз былай таптық, иә, оны x-ті 10-ға бөлеміз, және соңғы цифр тауып тастаймыз. Оны соның соңғы цифрын табамыз. Осылай тапсақ болады. Ал енді бірінші цифрді қайтып табамыз. Мысалы, менде 518 деген сан бар. Бірінші цифрді қайтып табамыз, бірінші цифрді. Онда мен тоже былай 10-ға бөлемін, сосын тағы 10-ға бөлсем, мысалы 100-ге бөлсем, ол 5-ке тең. Бірінші цифр таптым. Яғни формуласы бұны мен 100-ге бөлемін. Мен 3 цифр тауып алдым, мысалы математикалық жолмен. Енді осы үшеуін қоса саламын. Қосқанда менде цифрлар қосындысы шығады. Бұл енді бірінші жол. Ал егер мен бұны бүтін сан емес, яғни жол ретінде алатын болсам, строка. Онда мен бұның 3 элементті
аны жеке жеке неге айналдырамын, бүтін санға айналдырамын да қоса саламын. Яғни қалай болады, менде мысалы x деген жол берілсе, біріншісі менде x нөл ғой. Егер сіздер мына индекс алуды білсеңіздер, осылайша шарсақ болады. Яғни үш элемент осылайша жеке жеке алып алдым, бұларды мен бүтін санға айналдырамын әрқайсысын. Соңында үшеуін қоса саламын. Енді бұларды былай жазып көрсек, кодқа. Мен n деген санды оқып алдым. Біріншісі менде с болды, менде соңғы сан. Және 10-ға бөлгенде қалды. Екіншісі менде былай болады формула бойынша. Ал біріншісі мен 100-ге бөлемін. Мен осылай осы үшеуін қоссам болады. Мысалы 123 болса 6, үшеуін қосындысы 2, 3. Мына жерге бәрін жеке-жеке жазып қойсам болады былай. Болса деп. Былай 245. 2, 4, 5, 11 шығып тұр. Енді осы кодты жүріп көрейік. Ойланбай берсін. Мен сізге екінші жолын көрсетейін. Екінші жол бізде яғни бүтін сан емес, строка ретінде алатын болсақ, осылай. Онда мен былай жазамын. Мысалы, а менде оның нөлінші элементі n-нің. Бұл менде n-нің бірінші элементі, сол менде n-нің екінші элементі. Сосын үшеуін қосамын. Бірақ мен егер тұрып осылай жазатын болсам, мысалы 234 дейтін болсам, ол маған 234 шығар. Неге? Себебі абысы деп оқып қалдық қой. Бірақ бұлар менде бүтін сан емес, не ретінде оқып тұр, жол ретінде, строка ретінде оқып тұр. Ал 450 болса, ол 456 дейді, бірақ қоссам, ол менде бұларын қоспай тұр, яғни бір-біріне былай жалғап тұр. Неге? Себебі бұларды жол ретінде оқып отыр. Сейчас көрсетейін, type a деп қойын. Яғни мендегі айнымалының несі типі. Мысалы 345 деп жазсам, 345 деді, бірақ бұлар строка ретінде болғандықтан біз қосқан кезде бұларды бір-біріне, яғни қасына жабыстырып қоя салады. Осы мен бұларды жаңа айтқанымдай бүтін санға айналдыру керек әрқайсысын. Бүтін санға айналды. Енді тексеріп көрейік. Мысалы 456 болса 15 деп шығарып тұр. Неге? Өйткені мен мыналарды бүтін санға айналдырып жібердім. Енді мына типті көрсек, int бүтін санға айналып кеткен. Маған керек емес. Біздің кодымыз осылай болады. 1-2 болса 6 шығып тұр. Алдыңғы есептеріміз өтіпті. Мына есепте ол тіпті өтпей қалды, себебі менде не болуы мүмкін екен ғой. Үш таңбалы емес, одан кіші таңбадағы сан болуы мүмкін. Сол үшін өтпей қалды. Яғни, значит, бұл жерде біз тек математикалық жолмен шығару керекпіз. Жаңа алдында көрсеткендей. Яғни осы код. Сұрақтар болса, осы видеоның астына комменттерге жазыңыздар. Міндетті түрде жауап береміз. Және де осы IT білім арнасына жазылыңыздар. Өзің IT білім деген жобамыз бар. Бұның әртүрлі әлеуметтік желіде бар. YouTube-та, Telegram-да, Instagram-да. Сұрақтар болса жазып тұрыңыздар. Жауап береміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.